Бәріңе сәлем, бұл менің алғашқы видеом. Арнаға тіркеліп көптеген болашақта қызықты видеолар шығатын болады. Ал бүгінгі видеода болса біз Қазақстандағы ең көп подписчигі бар каналдар туралы айтатын боламыз. Бұл топқа мен ештеңесіне қарамастан телеканалдарды да, детский контентті де барлығын қостым. Тек жазылушылар санына ғана қарадым. Ал ендеше сен егер лайк басқан болсаң, мен видеоны бастайын. 10-шы орында Екатерина Сайбель, ода 1.310.000 жазылушысы бар. Ол өз арнасында неше түрлі отбасылық видеолар түсіреді, көбінесе балалар туралы видеолар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, арнаның активнесі өте қатты түсіп кеткен. Жазылушы саны 1 миллион болса да, просмотр саны тек 80-90 мың. Жарайды, келесі арнаға кеттік. Гагугай арнасы, подписчиктер саны алдыңғы арнадан тек 10 мыңға ғана көп. Бұл арнада ешқандай клиптері жоқ, клипке бюджет жетпей қалған әншілердің әндері шығады. Сонымен қатар тек тойский әндер ғана шығады. Бұл жерде де актив аз, просмотр 40-50 мың. Әрине бұл әншіге байланысты. Әнші танымал болса, әні де көп просмотр жинайды. Келесі Информбюро 31. 31 деген не? Түсіндіріп кетіңдерші соны маған. Информбюро арнасында жаңалықтар және неше түрлі өздерінің контенттері шығады. Бұлардан мен дым түсінбедім. Тасташ, келесі арнаға кеттік. 7-ші орында хабар шоу, телехикаялар және бағдарламалар арнасы. Арнаның атауы өте ұзақ екен, кім жаттап алды, комментарияға плюс жазыңдар. Бұл хабар телеканалының YouTube арнасы. Жазылушылар саны 1.555.000. Алдыңғы арналармен салыстырғанда бұл каналдың активі нормально екен. Бұл арнадан сендер жұлдызды жекпе-жек деген шоуды көрген болуларың мүмкін. Ендеше көріп отыра беріңдер, мен келесіге кеттім. Первый канал Евразия 1.620.000 жазылушы. Бұл хайповщик канал, нағыз хайповщиктің өзі. Бұл арнада қалаулым шықты және неше түрлі хайповый темаларға видеолар шығарады. Хайповщик болғандықтан әрине видеолар көп просмотр жинайды. Демек, активностьпен бұл арнада мәселе жоқ. 5-ші орында Қазақстан ТВ 1.640.000 жазылушысы бар. Осы топтағы ең нормальный канал, бірақта нормальный болғанның себебінен активнесі аз. Видеолары 10.000-20.000 просмотр ғана жинайды. Қазіргі заманда нормальный болу дұрыс емес сияқты. Нормальный болмаңдар, так что. Той Думан, нағыз тойға арналған арна. 1.820.000 жазылушысы бар. Тойдың адамдарының бәрі осы арнаға тіркелген. Ал сендер менің арнама тіркеліңдер. Бұл музыкалық арна болғандықтан өздерің түсінетіндей, егер әнші танымал болса, просмотр жақсы жинайды. Әнші танымал емес, просмотр жоқ. Өз басым тойский әндер тыңдамайтындықтан бұл арна ұнамайды. 3-ші орында 7-ші арна. 7-ге тұрғызып қою керек еді аты айтып тұрғандай, бірақ бұл 3-ші орынға келіп тұрып алды, өзі күш бермей. Бұл арнада көбінесе сериалдар шығарады, күл-пәш және тағы да басқа көптеген. Сериалдар Қазақстанда танымал болғандықтан, бұл арнаның просмотрлары да нормальный. Жазылушылар саны 2 миллионға кешкентай ғана қалды. 1.990.000. Гакку, гагагай, гакку, гагагай, гакку, гакку. Ой, кешіріңіздер. 2-ші орында Гакку ТВ арнасы 2.222.000 подписчигі бар. Бұл арнада көптеген клиптер мен музыкалық видеолар шығады. Және өздерің көрген боларсыңдар, 190 сериалда осы арнада шыққан болатын. Басқа да көптеген TikTok қана астан адекват дейтін бағдарламалар шығып отырады. Шынымды айтсам, негізі жақсы арна, қызықты нәрселер шығарады. Lady and Gentlemen, сонымен 1-ші орында Аминка Витаминка арнасы. Бұл арнада 5.010.000 подписчик бар. Негізінде бұл арна Россия деп тіркелген, бірақ та бәріміз оның қазақстандық екенін білеміз. Сол себепті бүгінгі топқа қостым. Жаңа ғана өздерің көргендей, шапкасы мен аватаркасы өте әдемі істелген, бірақ превьюлар ойыншы емес. Превьюлар мен шапканы істейтін адам. Неге превью дұрыс істемейсің, а? Егер білмесеңдер, өздерің арнаның атауынан көріп тұрғанда және превьюдан көріп тұрғанда бұл детский контент түсіретін арна. Бірақ активностьпен ешқандай мәселе жоқ. Детский контент болғандықтан әрине видеолары қызықсыз. Әлде саған қызық па? Детский контент көресің ба не? Сонымен видео бітті. Бүгінгі видеоға мен подписчиктер бойынша ең көп топ болған арнаны алдым. Олардың телеканалма детский контент па музыкалық арнама ештеңесіне қарамадым. Бірақ та келесі видеода осы детский контент мен телеканалдарды музыкалық арналарды алып сап, ең көп подписчигі бар Қазақстандағы блогерлерді, ютуберлерді түсіретін боламын. Егер онда видео көргің келсе, қызық болса, комментарияға жаз және лайк басуды ұмытпа. Арнаға тіркел. Келесі видеода жолыққанша.